Баршаңызға сәлем. Келесі шығармамды жазу үшін осы сөздерді осы тізімінен қолданамын. Сосын шығармамды жазып сендерге оқимын. Тыңдап беріңіздер. Келіп қайту, шарбақ, нұсқау, жаңа ғана, қаймығу, көпшік, ертеңгісін, абырой болғанда, замырау, зулау, көгал, қырқу. Енді мен сендерге орыс тіліне оқып, сендер маған қазақ тіліне аудармасы дауыстап оқисыңдар. Посещать, забор, указывать, только что, бояться, подушка, утро, к счастью, мчаться, промчаться, пролетать, газон, стричь. Енді келесі қадамда мен шығармамды жазайын. Шығармамды жазып, сендерге тыңдауға ұсынамын. Қызық ойын. Балалар ештеңе айналысы жоқ жағдайда кешке қарай жалығып кетті. Олар алаңда басып қосып отырғышқа отырып, не істеуге талқылады. Отырғышта да олардың ересек көрші отырып жатты. Ол балаларды түсініп айтты. Балалар, бір ойын ойнайықшы. Фильмді сипаттап айта берейін, бірақ оның атты айтпаймын. Сендер оның атты маған бересіңдер. Қызық екен, келестік ойнаймыз, деді олардың ең жасы үлкен баласы. Жарайсыңдар, тыңдасыңдар. Фильмнің басты кейіпкері Юрий Деточкин атты бір дүкенді қайлып қайтты. Ол онда сатушылар алаяқтықпен айналысады деп күдіктеніп кетті. Сатушылар социалистік мүлігін ұрлап, оны қымбаттау бағасынан сатуда кінәлі болды. Сондықтан олар спекулянт деп аталды. Фильм бойынша бір сатушы кейіпкерінің атты Дима болды. Ол жаңағы спекулянт болды. Кеңес одағында спекулянттық деген үлкен қылмыс ретінде саналған. Спекулянттар ақша ұрлап, өздеріне сирек қымбат нәрселерді сатып алып жүрді. Юрий Деточкин спекулянттарды жек көруінің себебінен оларға әділеттене беру керектігін сезді. Оның көзқарасына адамның адалдық қасиеті бар болу керек. Сондықтан ол өзінің күшімен спекулянттарға жазалауды жасауға шешті. Бұл ескі Кеңес одағынан киносы. Сол сияқты фильмдерді көрмедік. Келіспеймін. Атам, әжем солай фильмдер көреді ұнады. Жалғастыра беріңіз. Жалғастырамын. Юрий Деточкин Димаға әділеттік жасауды шешіп, Диманың жеке көлігін ұрлаумен айналысты. Дима көлігінің ұрлаудан қаймығып кеткеннен машинасы сақтау үшін оны гаражына қойды. Гараж айналада биік шарбақты құрылды. Қалай болса да Юрий Деточкиннің көлігін ұрлауында сәттілік болды. Ол гаражды кранмен көтеріп машинаны ұрлап кетті. Қызық айтып жатырсыз екен. Бұл фильмнің аты айта аламын. Сонына дейін айтқым келеді. Ертеңгісіне Дима машинаның ұрлауы тапқаннан кейін милицияға телефон соқты.
милицияда бір тергеуші қызмет атқарды. Оған Диманың аразымен айналысуға нұсқауы берілді. Жарайды, бұл киносының аты. Автомобилінен сақ болыңыздар, деді бір баласы. Иә, дұрыс айтасың. Менің ең сүйікті эпизод Юрий Деточкин жолда зымырап барғанда, оның артында милиционер оны мотоциклмен қуып тырысты. Деточкин абырой болғанда ол оны қуып ұстай алмады, басқа баласы айтты. Бұл күлкілі эпизод. Бір күлкілі эпизод Дима ойге келіп, көпшікті қолына алып, жылап, бәрі жоғалып кетті деп айғайлады. Тағы да бір баласы айтты. Бұл ойын маған ұнайды. Ағай, ертең бас қосып, оны тағы да ойнайықшы. Келістік. Жағымды күні тез зулап кетті деймін. Үмітіп жаздадым. Жаңа ғана ойым басыма келді. Әйелім маған ойдың ауламызда көгалдың қырқуды тапсырды. Кім маған көмектескісі келеді, деді ересек ағасы. Келесі тапсырмасын диктант. Қызық ойын. Балалар ештеңе айналысу жоқ жағдайда кешке қарай жалығып кетті. Олар алаңда бас қосып, отырғышқа отырып, не істеуге талқылады. Отырғышта да олардың ересек көрші отырып жатты. Ол балаларды түсініп айтты. Балалар, бір ойын ойнайықшы. Фильмді сипаттап айта берейін. Бірақ оның аты айтпаймын. Сендер оның аты маған бересіңдер. Қызық екен. Келістік. Ойнаймыз. Деді олардың ең жасы үлкен баласы. Жарайсыңдар. Тыңдасыңдар. Фильмнің басты кейіпкері Юрий Деточкин атты бір дүкенді келіп қайтты. Ол онда сатушылар алаяқтықпен айналысады деп күдіктеніп кетті. Сатушылар социалистік мүлігін ұрлап, оны қымбаттау бағасынан сатуда кінәлі болды. Сондықтан олар спекулянт деп аталды. Фильм бойынша бір сатушы кейіпкерінің аты
Дима болды. Ол жаңағы спекулянт болды. Кеңес одағыда спекулянттық деген үлкен қылмыс ретінде саналған. Спекулянттар ақша ұрлап, өздеріне сирек қымбат нәрселерді сатып алып жүрді. Юрий Деточкин спекулянттарды жек көруінің себебінен оларға әділетіне беру керектігін сезді. Оның көзқарасына адамның адалдық қасиеті бар болу керек. Сондықтан ол өзінің күшімен спекулянттарға жазалауды жасауға шешті. Бұл ескі кеңес одағының киносы. Сол сияқты фильмдерді көрмедік. Келіспеймін. Атам, әжем солай фильмдер көруді ұнады. Жалғастыра беріңізші. Жалғастырамын. Юрий Деточкин Димаға әділеттік жасауды шешіп, Диманың жеке көлігін ұрлаумен айналысты. Дима көлігінің ұрлаудан қаймығып кеткенінен машинасын сақтау үшін оны гаражына қойды. Гараж айналада биік шарбақты құрылды. Қалай болса да, Юрий Деточкиннің көлігін ұрлауында сәттілік болды. Ол гаражда кранмен көтеріп, машинаны ұрлап кетті. Қызып айтып жатырсыз екен. Бұл фильмнің аты айта аламын. Сонына дейін айтқым келеді. Ертеңгісіне Дима машинаның ұрлауы тапқаннан кейін милицияға телефон соқты. Милицияда бір тергеуші қызмет атқарды. Оған Диманың арызымен айналысуға нұсқауды берілді. Жарайды. Бұл киносының аты автомобилінен
сақ болыңыздар, деді бір баласы. Иә, дұрыс айтасың. Менің ең сүйікті эпизод Юрий Деточкин жолда зымырап барғанда, оның артында милиционер оны мотоциклмен қуып тырысты. Деточкин абырой болғанда ұлыны қуып ұста алмады. Басқа баласы айтты. Бір күлкілі эпизод. Дима үйге келіп, көпшікті қолына алып, жылап. Бәрі жоғалып кетті, деп айғайлады. Тағы да бір баласы айтты. Бұл ойын маған ұнайды. Ағай, ертең бас қосып, оны тағы да ойнайықшы. Келестік. Жағымды күні тез зулап кетті деймін. Ұмытып жаздадым. Жаңа ғана ойым басыма келді. Әйелім маған ауламызда көгалдың қырқуды тапсырды. Кім маған көмектескісі келеді, деді ересек ағасы. Жаңа ғана ойым. Жаңа. Интересная игра. Детям нечем было заняться вечером. Они заскучали. Собрались на площадке, уселись на лавочку, стали думать, чем заняться. На той же лавочке уже сидел их взрослый сосед. Он все понял и говорит: «Ребята, давайте сыграем в одну игру. Я буду описывать фильм, название не скажу, а вы угадайте». «Классно, согласно, играем!» — крикнул самый старший из пацанов. «Молодцы, слушайте внимательно. Главный герой Юрий Деточкин посещал один магазин и заподозрил продавцов в жульничестве. Они, видимо, воровали государственное добро и толкали его по спекулятивным ценам. В фильме одним таким продавцом был Дима. Он и был спекулянтом. А в Советском Союзе спекуляция считалась серьезным преступлением. Спекулянты воровали деньги и покупали себе всякие дорогие вещи. Деточкин так ненавидел спекулянтов, что решил сам восстановить справедливость. Он считал, что честность – это свойство человеческой природы, и начал наказывать их своими способами. «Это старое советское кино. Мы такие не смотрели», – сказал кто-то. «Не согласен. Мои дедушка и бабушка любят смотреть такие фильмы. Продолжайте», – крикнули другие. «Продолжаю.
Деточкин решил воздать Диме справедливость и занялся угоном его личной машины. Дима перепугался, загнал машину в гараж, обнес его высоким забором. Но Деточкину все равно удалось ее увести. Он просто поднял весь гараж краном и увез машину. Его... Ого, как интересно рассказываете. Я уже знаю название. Расскажу до конца. На утро Дима увидел, что машины нет, позвонил в милицию. Там следователю поступило указание заняться заявлением Димы. «Все, это берегись автомобиля!» — крикнул один пацан. «Да, правильно. А мой любимый момент — это когда Деточкин летит по дороге, мчится по дороге, а за ним милиционер на мотоцикле гонится изо всех сил. Но Деточкину повезло, его не догнали», — добавил другой. А еще смешно, когда Дима приходит домой, хватает подушку и орет со слезами. «Все пропало», — вспомнил третий. Эта игра мне очень понравилась. Завтра снова соберемся и еще поиграем. Договорились. Ой, чуть не забыл, вдруг сказал взрослый. Только что вспомнил. Жена велела мне покосить газон во дворе дома. Кто хочет помочь?